Аса маңызды құлақтандыру. Вашингтоннан әлгінде ғана шұғыл хабарлама келді. Америкадағы атақты кісілік құқық ұйымдары Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтар мәселесі бойынша арнайы деректі ақпараттарды жарияламақшы. Және жинақтап түр-түрге салаға бөліп жарияламақшы. Сондықтан туыстары Қытайдың фашистік концлагер түрмелерінде өлтірілген. Бірінші кезекте өлтірілген. Екіншісі, ізім қайым жоқ болған, ешқандай хабар-ошар жоқ. Үшіншісі, ұзақ мерзімге сотталған, нақақ, адвокатсыз, сот процесінсіз. Төртіншісі, ешқандай өлі-тірісі белгісіз болса да, не сотталмаса да, ешқандай қылмыссыз, айыпсыз құқын шектеп лагерге қамап отырған, немесе үйінде үй қамаққа қамап отырған. Бесіншісі, бір отбасы екіге айырылып, екі жақта қалып отырған. Алтыншысы, туыс-туғандарының немесе отбасы мүшелерінің құжаттарын, паспорттарын тартып алып, бір отбасы екі жақта қиналып отырған. Жетіншісі, жерін, үй мүлкін тартып алған, жайлау, қыстау, көктеу, күзеуін, немесе жылжитын, жылжымайтын мүліктерін тартып алып, экономикалық шығынға ұшыратып отырған. Сегізіншісі, банк есеп шоттарын, немесе ресторан, тойхана, тағы басқа да табыс тауып отырған кіріс көздеріне байланысты Қытай компартиясының зорлық-зомбылығына ұшыраған. Тоғызыншысы, өнер адамдары, ақындар, жазушылар шығармасына байланысты құқықтық шектеуге немесе соттауға, тағы да басқа да адамдық құқығының тапталуына себепші болып отырғандар. Оныншысы, кәсіпкер болғандығына байланысты, немесе көп ақша тапқандығына байланысты компартияның қудалауына тап болғандар. 11-шісі, тағы басқа да себептер, Қазақстанға келіп кеткеніне байланысты, немесе WhatsApp, немесе басқа әлеуметтік желіні пайдаланды деген жаламен тұтқындалған, сотталған, қамалғандар. 11-шісі, 12-шісі ары қарай кете береді. Жалпы кез келген сылтаумен, кез келген заңсыз сылтауларменен, жалаларменен Қытайдағы қорлық көріп жатқан туыс-туғандары, тумалары, ағайын жора жолдастары, жерлестері туралы арыз беріңіздер. Және бұл арызды тіркелмеген нағыз атажұрт еріктілерінің телефондарына хабарласып, видео арқылы жолдап беріңіздер. Егер ағылшын тілінде, Қытай тілінде, тағы басқа әлемдік ірі тілде бере алсаңыздар, ол да құба-құп. Ал егер басқа тіл білмесеңіз, қазақ тілінде бұрынғы осы стандарт арыздың үлгісінде видеоға түсіп, телефонды көлденең қойып, видеоға түсіп, стандарт арыз берулеріңізді сұраймыз. Тіркелмеген нағыз атажұрт еріктілерінің телефонына келесі аптаға дейін хабарласыңыздар. Бұл Американың адамдық құқық ұйымдарының бірлесіп жасайтын жобасы. Ал ол Америкадағы атақты Radio Free Asia, яғни Азат Азия радио бөлігінде бір қанша тілде бір жолда жарияланады. Сондықтан сіздерге арнайы осы хабарды жеткізіп отырмыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Айтпақшы, жоғарыдағы біз атаған себептер, факторлардан тыс, басқа да кез келген фактор, тіпті кез келген себепсіз, ешқандай дәлелсіз, сотсыз, адвокатсыз сотталып кеткен, немесе ешқандай да себепсіз құқын таптап отырған. Яғни Қытай компартиясының қазіргі жүргізіп отырған саясатына байланысты өмірі, тұрмысы, экономикалық жағдайы, руханияты, тіпті барлық жағынан құқы тапталып отырған кез келген сала бойынша арыздануыңызға болады. Тағы бір маңызды жаңалық, бұдан бұрын арызданған болсаңыздар, ол бұрынғы арызыңызға қайталай жаңадан қосатын ақпаратыңыз болмаса, онда сол ескі арызыңыздың сілтемесін жіберіп, бізге жазуменен, мейлі төтеше Байтұрсынов әліппесімен, немесе кирилл жазумен, немесе Қытай жазуменен, кез келген жазуменен бізге өзіңіздің осы жағдайыңызды жазу күйінде түсіндіріп беріңіз. Осы бұл арыз қабылдау келесі аптаға дейін, жалпы ұзын уақыты бір аптаның айналасында ғана болады. Яғни Америка Қытайдың осы Шыңжаңдағы 3 миллион қазаққа жасап жатқан қорлық, зорлығын түбегейлі түрде әлемдік ірі
деңгейде тағы бір мәрте көтермекші. Сондықтан осы іске атсалысыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, 2020 жыл 7 май. Сау болыңыздар. Үздіксіз таратыңыздар, үздіксіз комментарий жазыңыздар, аудио, видео күйінде таратыңыздар, WhatsApp-қа бөлісіңіздер, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter барлығында бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын.